Сәлеметсіз бе әже, жағдайыңыз қалай? Сәлеметсің бе? Мен Қызылорда қаласы Көмекбай Қаракөзов атындағы номері 235 мектеп гимназиясының 10 сынып оқушысы боламын. Есімім Нұрсезім. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Тынымгүл, көп жыл ұстаздық еткенмін. Осы Белкөл кентінде 10 жылдың үстінде тұрып жатырмын. Қызылорда қаласындағы елді мекендердің шығу тарихын зерттеп жүрген болатынмын. Енді бізге осы Белкөл кенті туралы мәліметтермен бөліссеңіз, қандай тың ақпараттар айта аласыз бізге осы жөнінде? Белкөл елді мекені бұл мен енді үлкендерден естуім бойынша әрбір жердің өзінің тарихы, шығу тарихы, сол бір ерекшелігіне байланысты қойылады ғой. Белкөл туралы енді мен естіген бірнеше жорамал бар. Соның бірі Белкөлді құмды жер екені белгілі. Құмды, шөлейтті жер, сондықтан да ол жердің сулы болып бір суы мол, нулы жер болғанын қалаған сияқты. Сондықтан да оны Белкөл деп атаған деген ұғым бар. Бұл ырымға байланысты қойылған сияқты. Тағы бір жорамалда бел кезең деген Белкөлде бел кезең деген ұғымды білдіреді. Соған байланысты бел астындағы көл, белден жеткен көл деген ұғымға саяды. Ал тағы бір деректерде негізгі, бел деген негізгі, ірі деген мағынада қолданылады. Соған қарағанда енді қалай болғанда да халық сол жердің сулы болғанын, суы мол болғандығын қалаған сияқты. Өйткені тіршіліктің көзі су екені белгілі ғой. Сондықтан да бұлардың енді қайсының біз дәл жақын екенін шындыққа біз біле бермейміз. Бірақ дегенмен де сол Белкөл кентінің сол бір жақсы, халыққа жайлы, малға қоныс болатындай, халыққа қоныс болатындай, малға жайылым болатындай жер болғанын аңсап, сулы жер болғанын аңсаған сияқты. Сондықтан да Белкөл деп атаған шығар. Рахмет, құнды ақпаратыңыз үшін.